Бәріне сәлем. Бүгін осындай дәмді сочный котлетті майсыз қалай пісіруге болатынын сіздермен бөліскім келеді. Осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Картопты осылай күштен өткізіп, пиязды ұсақтап турап, тұзбен бұрышты дәміне қарай қосамыз да бәрін қолмен жақсылап араластырамыз. Өз қалауынша котлет формасын жасасаңыздар болады. Дайын болған котлеттерді осылай екі жағынан панировочный сухариктарға орнатамыз. Енді алдын ала 180 градусқа дейін қыздырылған пешке 30 минутқа жібереміз. Котлеттерім дайын болғанша осы уақыт ішінде күрішті пісіріп қоямын және де салатты дайындап қоямын. Алдын ала қыздырылған табада бәрін осылай бөлек қуырып шығамын. Барлығы дайын болған сияқты, енді бәрін жинауға кірісеміз. Ең соңында дәміне қарай тұзды қосамыз. Және де мен салаттарға арналған осындай бальзамический уксус қолданамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Барлығы дайын болды. Ас дәмді болсын, достар.